Армысыздар, назарларыңызда спорт тайм бағдарламасы бүгін Ұлы дала жорығы жайында айтамыз. 500 шақырымға созылатын бәйге марафоны биылда жалғасын табады және өзіндік ерекшеліктері бар. Жанкүйерлер өте жақсы білет, былтыр көшпенділер ойыны қарсаңында халықаралық форматта ұйымдастырылған болатын және биыл тағы да алыс жақын шетелден қатысушылар келеді. Жарыстың өзі Алматы облысында өтеді және өзіндік ерекшеліктері бар. Алдағы минуттарда жиған терген ақпараттардың барлығын сіздерге ұсынамын және осы жарыстың басы қасында жүрген мамандардан эксклюзивті сұхбат жазып, оны да сіздерге көрсетпекпін. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Биылғы жорықтың ерекшелігі жылда 19-20 команда қатысатын. Ұлы дала жорығына биыл 24 қатысады деп жоспарлануда команда. Қазақстаннан 14, жалпы біздің қазақстандық жалпы құрамамыз бар. Сонымен 15 команда, қалған шетелден келеді деп жоспарлануда. Ұлы дала жорығы 22 жылы, 23 жылы Астанадан Түркістанға барса, 24-тің көктемінде іріктеу, республикалық іріктеуде біз Павлодардың Астанаға келдік. Ал халықаралық Ұлы дала жорығында көшпенділер аясында өткен Ботай қонысынан солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданында мекенінен болды Астанаға. Ал биылғы жорықтың ерекшелігі тағы бір, бұл тек Алматы облысында өткелі жатыр. Неге Алматы облысы? Алматы облысы, бұл өздеріңіз жақсы білесіздер, Қазақстандағы туризмге, туристік потенциалы өте жоғары аймақтардың бірегей десе болады. Шарын шатқалынан бастап Таңбалы тас бар, Алтын адам бар. Сондықтан Алматы облысының әкімдігіне ұсыныспен шыққан болатынбыз. Ол кісілер бірден қолдады біздің ұсынысты Алматы облысында Ұлы дала жорығын өткізу туралы. Ол бір. Екіншіден, Алматы облысының өздеріңіз білесіздер, жылқы шаруашылығы жоғары дамыған аймақтардың бірі. Ол жерде атқа қызығатындар, ат спортына қызығатындардың саны легі өте жоғары, саны өте көп. Оған қоса бізде маршрутта былтыр халықаралық Ұлы дала жорығындағы маршрут көп жағдайда 500 шақырымның 350-дей тастақпен өтті, орман іші болғандықтан солтүстіктен. Ал Алматы облысында тас жол жағалап жүреді, бірақ тастақ жерлер аздау. Біз сондай маршрут таңдап отырмыз. Сондықтан біз Қонаев қаласынан Бақанасқа қарай Іле өзенінің бойын жағалап жүретін боламыз. Одан шығып біз Топар, Ханшенгелі арқылы қайтадан Қонаевқа 5 күннен кейін 500 шақырымды жүріп өтіп келетін боламыз. Дайындыққа келетін болсақ, дайындық жылдан жылға күшейіп жатыр. Атбегілер жалпы енді ұзақ қашықтық марафон бәйгеге ат дайындаудың қыр-сырын жылдан жылға жақсы меңгеріп жатыр деп айтсақ болады. Сол себептен де биылғы марафон бәйге былтырға қарағанда қызығырақ әрі жылдамырақ болады деп айтсақ болады. Себебі бұл марафонға қатысатын аттар жетілген, піскен, жалпы арасында 500 шақырымды өткен, 1000 шақырымды өткен жылқылар да бар. Оларға енді бұл жолғы жарыс оңайға түседі деген ойдамын. Бірақ енді 500 шақырым болғаннан кейін оның қиындығы өте көп болады. Құмдауыт жерлер бар, тастақ жерлер бар. Соның бәріне көну керек. Енді атбегілердің білігі де артып жатыр деп айтып отырмын. Атқа қарау әдістері де олардың жаңарып жатыр. Басқа жаңа заманауи тағалар салуы мүмкін бұл жолы. Онымен қатар бірінші маусымдағыдай аттарды енді алғашқы 100 шақырымда қатты шаба бермей, аттың демін сақтап, төзімін соңына дейін сақтайтын әдістер қолданады. Біз оны бұған дейінгі жорықта көрдік. Бұл жолда біз сондай әдістерді көреміз деген ойдамын. Биыл енді Қырғызстан мен Қазақстан арасында болайын деп тұр тартыс. Негізгі тартыс Қырғызстан тарапы өзіндік іріктеу жасапты. 2 командамен келе жатыр деген сияқты. Сіздің ойыңыз бәсеке қалай болады? Негізі тек Қырғызстан ғана емес бұл жерде дайындалып келе жатқан. Бұл жерге биыл Татарстаннан, Башқұртстаннан келетін қарачайлардың командасы да осал емес. Былтыр көріп кетті.
2024-тегі халықаралық ұлы дала жорығында олар біраз тәжірибе жинап кетті. Биыл олар ерекше дайындықпен келе жатыр, қандай аттарды қосу керек екенін алдын ала біліп келе жатыр. Сондықтан тек қырғыз ғана емес бұл жерде бәсеке негізінде. Бәсеке бұл жерде татар мен башқұрттарда да, қарачайларда да болғалы тұр. Бірақ дегенмен енді табиғаты жақын, дұрыс айтасыз. 250 шақырым ауа райынан басқасынан бәріне келеді. Негізгі бәсеке, дұрыс айтасыз, осы біздің қазақтың атбегілері қырғыз ағайындар тарапынан күтіп отыр негізгі бәсекелестік. Аттарын өздері алып келеді? Бізге аттарын алып келетін Қырғызстаннан 2 команда келеді, 2 команда ат алып келеді. Олар Қырғызстанның құрамасы екеуі де, шын мәнінде өте. Айтқанда қазір Қырғызстанда асыл тұқымды аттар, қолтуым аттарды шығарудан, көкпардан қай ат спорт түрінен алдың қатарда тұруын мойындау керек. Біздің көкпаршыларымыз да, шабандоз барлығы сол жақтан алып келеді аттарды, сатып алып жатыр, үйретілген аттар. Ал мынау сосын татар, башқұрт, қарачайлар да өз аттарымен келеді. Ал 4 команда шетелден келеді. Оңтүстік Африка, Түркия, Венгрия, Мажарстан, сосын Ирандар. Бұл кісілерден ат алып келу қиын. Сондықтан Қазақстанда, Қазақстан командаларынан қосқалы жатыр. Бұған дейін жорыққа қатысқан аттар бар оның құрамында. Олар аренда қалады, аттарды жалға алып. Ол кісілердің де бізде Қазақстан, яғни Қазақстанның атымен шабатын болғаннан кейін Қазақстан атбегілерінің сол аттарды дайындаған. Олардың да мүдделері бар, мақсаттары бар. Оларда орын алғысы келеді. Ішкі бәсекелестік қалай болады? Қазір аймақтар дайындалып жатыр, қызу, оның да барысын бақылап жүрсіздер ғой. Кім қандай сабақ алған, кім неге басымдық беріп жатыр деймін ғой. Биылғы фавориттер қай аймақтар болуы мүмкін? Енді бұл өте қызық сұрақ. Бізде өздеріңіз білесіздер, 2 жыл қатарынан чемпион болған Жетісу командасы бар. Сосын Маңғыстау облысының Көкмайнақ командасы бар. Ол кісілерде оңай дайындықпен келе жатқан жоқ. Бұл кісілер кіреді. Енді Жамбыл облысы бар бізде қазір. Негізгі Алматы жылда орын алып келе жатқан Алматы қаласының командасы, Қуат Үсенов деген жігіттің командасы жылда Алматыдан қатысып келген, негізі Алматы облысының аттарымен. Биыл енді бұл команда Алматы облысынан шығады. Былтыр бұл команда халықаралықта 2-ші орын алды. Кабардин-Балқардың командасынан 7 минутқа кешікті, 500 километрде. Ол деген өте үлкен көрсеткіш. Яғни негізгі фавориттердің 4-тігіне ол кіреді. Алғашқылар десе болады. Сосын мынау биыл Қостанай жылқысымен Астанадан команда шығып жатыр. Оны Алтай Бимиев деген жігіт жетекшілік етеді. Бұл команданың дайындығы енді орасан зор, өте әлеуеттер өте жоғары. Жүлде қоры халықаралық болған соң бізде 1-ші орынға $100,000, 2-ші орынға $60,000, 3-ші орынға $40,000. Бұл демеушілердің есебінен, жылдағыдай демеушілердің есебінен құрылатын қаржы. Ал регламент бойынша негізі $100,000 алу үшін бір командада 5 ат толық келу керек. Яғни бір атқа $20,000 деген сөз. Былтыр халықаралық ұлы дала жорығында кабардиндер соңғы 1 километр қалғанда 500 километрде 4-ші аттар тоқтап 3 ат болып кірді финишке. Соның есебінен олар $60,000 жүлде алған болатын. Мәреге кемі 3 жету керек қой. Бұл жарыстың ережесі бұрыннан қалыптасқан. Ереже бойынша команда болып кіру үшін мәреге кемі 3 ат болу керек. 2 ат болса, осында ескеру керек дейсіз бе? 2 ат болса, бұл команда ретінде ойыннан шығады. Сонымен бізге берген уақыт шектеулі, 10 минут қана, оның өзі әдегенде сырғып өте шықты. Десе де ұлы дала жорығына қатысты маңызды және негізгі ақпараттарды беріп үлгірдік деген ойдамыз. Жарыстың өзі 9-14 мамыр аралығында жоғарыда айтқандай Алматы облысында ұйымдастырылады және біз, яғни 24 KZ арнасының түсірілім тобы күнделікті сол жерден тікелей эфир арқылы сағат сайын тіпті соңғы ақпараттармен бөлісіп, енді жарыстың басы қасында жүреміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Осы 24 KZ арнасынан шығатын спорт тайм бағдарламасы 24 KZ арнасының YouTube парақшасында да жарияланады. Сол жерден толық нұсқасын көрсеңіздер де болады. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.